Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қазақша шуба салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қарапайым заттардың барлығын суда қайнатып алатын боламыз. Яғни бізге керегі картоп, жұмыртқа, сәбіз, сосын қазының еті. Немесе жай ғана сиыр етін қайнатып дайындап алсаңыздар болады. Менде қазының қайнаған еті, соны турап кесіп дайындап алдым алдын ала. Содан соң ең төменгі бөлігіне осылай жайғастырып алдым. Содан соң керек мөлшердегі майонезімізді осылай үстінен көз мөлшерінде салып алатын боламыз. Содан соң жаңағы етіміздің үстіне майонез жағып болған соң оның үстіне сәбізімізді үккіштен өткізіп салып аламыз. Барлығын бір тегіс етіп жайып алған соң үстіне шым-шым тұз салып, одан соң бірінен соң бірін осылай жайғастырып алатын боламыз. Майонезімізді бір тегіс етіп жағып алдым. Немесе жай ғана сетка етіп өздеріңіздің қалауыңызға сәйкес етіп салып алсаңыздар болады. Одан кейінгі бетіне қайнап тұрған картопты осылай салып алдым. Бұл салатты барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын, және маған ең қатты ұнайтын салаттардың бірі болып табылады. Мен біздің үйде көбісі селедка ұнатпайтындықтан мен осылай қазақ еттерін қосып дайындайтын боламын. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Жаңа жылға бір рет болсын жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Содан соң картопымызға да осылай майонезімізді жағып алып, үстін бір тегістеп аламыз. Әрине ортасында міндетті түрде тұз себуді ұмытпаңыздар. Майонезімізді жағып болған соң үстіңгі қабатына мен жұмыртқаның ақ қана бөлігін қостым, ақ уысын яғни. Содан соң сарысын бөлек алып қоятын боласыздар. Өйткені бізге сары әрлеу кезінде керек болады. Ең беткі жағына біз қызылшамызды жақсылап жайып алатын боламыз. Жұмыртқаны салып болған соң үстіне майонезімізді салып, шым-шым тұзымызды салуды ұмытпаймыз. Осылай көріп тұрғандай барлығын үккіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Қызылшаның құрамында өздеріңіз білетіндей витаминге бай көкөніс болғандықтан пайдалы, қанды көбейтетін әсері бар. Сол үшін молырақ етіп салсаңыздар болады. Өзіме ұнайтын болғандықтан кішкене көп салып дайындап алдым. Осылай бір тегіс етіп жайып алатын боламыз қызылшамызды да. Беткі жағын өздеріңізге ұнайтындай етіп сәндесеңіздер болады. Немесе мен көрсеткен тәсілмен сәндесеңіздер болады. Осылай барлығын бір тегіс етіп жинап алған соң, осылай формада тұрған күйінде холодильникке 30 минутқа салып қойсаңыздар болады. Өйткені бірден шешетін болсаңыздар шашылып кетуі әбден мүмкін. Мен кішкене 30-35 минутқа салып қойдым. Содан соң бір тегіс етіп ашып алдым. Сонда да жаны алынып кете жаздады. Сіздер байқаңыздар. Осылай бетін әрлейтін кезде мен майонездің ағын клетка етіп салып алдым. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менің арнамда сіздерге ұнайтын таптырмас видео рецепттер бар деп сенемін. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Және өз ойларыңызды пікір бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңағы айтып отырған жұмыртқаның сарысын осылай беткі жағына сәндеп әрлеуге алып қалатын болғанбыз. Осылай үккіштен өткізіп алып, өздеріңізге ұнайтындай етіп жасансаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Ас болсын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Мен каналымның алдыға жүруіне өз септіктеріңізді тигізе кетіңіздер. Баршаларыңызға рахмет.